Вьетнам мектептеріне тән ерекшеліктер. Біріншіден, мұғалімге құрмет. Вьетнам қоғамында мұғалім мамандығы өте беделді саналады. Оқушылар ұстаздарды құрметтеп, мектеп тәртібін сақтауға үйренеді. Екіншіден, жоғары оқу талаптары. Ата-аналары балаларының білім алуына үлкен көңіл бөледі. Көптеген оқушылар мектептен тыс қосымша сабақтарға қатысады. Үшінші, мектеп формасы. Вьетнам мектептерінің көпшілігінде міндетті классикалық үлгідегі форма бар. Сонымен қатар мектептерде салтанатты күндері және аптаның бір күні дәстүрлі ао зай ұлттық киімін киеді. Төртінші, жоғары тәртіп. Бесінші ерекшелік математика және ғылым пәндеріне басымдық беру. 6. Ағылшын тілін дамыту. 7. Цифрлық технологияларды пайдалану. 8. Университетке бағытталған дайындық. Қорытындай келе, Вьетнамның білім беру жүйесі тәртіпке, сапалы білімге және мұғалім мәртебесіне негізделген. Осындай құндылықтар жас ұрпақтың білімге деген жауапкершілігін қалыптастырып, елдің дамуына үлкен үлес қосып келеді.